Бұл мен жер планетасындағы тіршілік ететін 8 миллиард адамның бірімін. Бұл әлемге пайдамды тигізем бе, әлде зиянымды ма, ол тікелей маған байланысты. Жыл сайын әлемде 2 миллиард тонна қоқыс шығарылады екен. Адамзат бұрын соңды болмаған экологиялық кризисқа тап болды. Қоқысты тастаймыз, ал соны өңдеп жатырмыз ба? Тіпті табиғаттың өзі мұндай құбылысқа дайын болмады. В мире вообще проблема с отходами, она достаточно серьезная. В Казахстане она... Қоқыс қалдықтар қазір әлемде үлкен мәселе. Қазақстанда жағдай одан да күрделі деуге болады. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Қазақстанда жылына 4 миллион тоннадан астам қоқыс шығарылады. Соның тек 94% қайта өңделмей, жай ғана полигондарға көміліп жатыр. Захораниваем полигоны. Адамзат қауіпсіз әрі жайлы өмір сүру үшін экологияға тікелей байланысты. Жер ананы түгел сарпып алдық. Біз әлемге не бердік? Зауыт түтіні, улы газ, тартылған теңіз, ауада жүрген көмір қалдығы, ұшақ, кеме, көліктің қалдығын оған қосып көрміз. Ғылым дамыды, заман өзгерді, табиғат элементтерін өзімізге жұмыс істеттік. Табиғатты танымастай өзгерттік, басты проблема қоқыс қалдық. Жер қоқыс планетасына айналып барады, ғалымдар дабыл қағып отыр. Тіпті әлемге үндеу жасалса да, адамзат бұл нәубетті әлі түсінбейді. Экологияны өлтіріп жатқан қоқыс қалдықтар, іштік, жедік, қалған қоқысқа тастадық. Полигон аузы мұрнына қазір толып тұр. Бізде қазір 120 миллион тонна қалдық бар екен. Жыл сайын үстісіне 4,5 миллион тонна төгіліп жатыр. Оның 1,3 миллион тоннасын ғана өңдейміз. Ай, кешіріңіз, бізде өңделмейді, сұрыпталады. Если сравнивать в мире вообще, Қазақстанда ғана емес, әлемде осындай мәселе бар. Қоғам әлі қоқыстан қандай зиян келетінін түсінбейді. Қоқысты тастаймыз, бірақ ол қалай өңделеді, қоғам бас қатырмайды. Ресурс бар. влияет на экологическую ситуацию в мире вообще. Өзгелер не істеді? Қалдықтардан, қоқыстардан миллиардтап қаржы жасады. Мысалы, Қытай қоқысты қайта өңдеп, 19 миллион тоннадан 6,5 триллион теңге табыс тауыпты. Швеция керексіз заттарды өңдеп 985 миллиард тапқан. ақш болса тіпті 9,1 миллион доллар, 75-90 триллион теңге табысқа шыққан. Ал біз қып-қызыл ақшаны жерге көміп жатырмыз. Біздер сұрыптау желілері арқылы, қолмен сұрыптау, бөлек жинау арқылы енді барынша пайдалы қайталанма шикізатты, яғни қайта өңдеуге келетін, оны барынша алып, қайта өңдеуге, яғни айналмалы экономикаға жолдап жатыр. Бірақ қалған бөлігі өкінішке орай полигондарда көміліп жатыр. Бүгінгі таңдағы жағдай сондай. Жылда 3,3 миллион тонна қоқыс сұрыпталмай өңделмей полигондарда жатыр. Аталарымыз бізге дала қалдырса, ұрпаққа қоқыс қалдырып жатырмыз. Айтпады демеңіз. Күнделікті сіз қоқысқа тастаған қалдықтар өздігінен өлмейді. Қоқыс көп қой, қағаздар, картон, газет, журнал, табиғат сіңбейтін қалдықтың ең қауіптісі пластик екен. Пластик бөтелке, шыны, әйнек ыдыстар, металл, мата және киім қалдықтары бар. Істемейтін телефон, телевизор, көлік шиналарын қосып қойыңыз. Мусор жәшігіне тастаған қалдықтың ішіндегі ең қауіптісі медицина қалдықтары екен. Батарейка, дәрілер, шприц сынған шынылар өте қауіпті категорияға жатады. Есть такое понятие, как опасные отходы. Это батарейки, лампочки и прочее. Ең қауіпті қалдықтар туралы айтайық. Оларды сұрыптап өңдеуге ешқандай полигонда мүмкіндік жоқ. Біз бірнеше мәрте осындай қалдықтар жайлы сөз еткенбіз. Қауіпті қалдық дегеніміз не? Мысалға, бір батарейка алатын болсақ, онымен сіз ештеңе жасай алмайсыз. Оны дұрыс жою керек, ал оның көзін құртпаса, жер асты суға өтеді. Бұл өте қауіпті құбылыс. Ее только утилизировать надо правильно. Қазір демікпе, яғни астма, жаман қотыр, онкологиялық ауру туралы көп естиміз ғой. Бұл індеттің негізгі қоздырғыштары осылар екен. Қанша айтқанмен адамзат тұрмыстық қалдықтардың салдарын әлі түсінбей келеді. Представьте себе, весь ваш фильтрат – это влага.
Жер үстіндегі барлық ылғал жер астындағы суға өтеді. Егер біздегі полигондардың тек 10% жер астына түсуден сақтаса, қалғаны бәрібір жер астына сіңіп жатыр деген сөз. Мысалға, алматылықтар қазір демікпе, түрлі аллергияларға тап болуда. Шешімі қоқыстың түгін қалдырмай қайта қолданысқа жіберу. Қоғам бірінші қоқысты сұрыптап жинау мәдениетін үйренуі керек. Әрине, қоқыс миллиондық қаладан көп шығады. Сондықтан елдегі Алматы мен Астананы нысана қалдық. Әсем қала Алматы. Құрметті көрермен, мен бүгін Алматының ең сұлу табиғаты тау бөктеріндемін. Өздеріңіз көргендей, бұлтқа жетсем деген тауы бар, әдемі кестеленген бауы бар, өзені бар, көлі бар. Осынша сұлулық бұйырған бұл қаланың қазіргі экологиялық ахуалы мүшкіл. Миллионнан астам тұрғыны бар бұл қалада күн сайын 1200 тонна қоқыс шығады екен. Оның 260-ы пластик. Ал сол қоқыстар қалай өңделеді? Аспанды орап алған көк түтіні, қоқысқа толы полигоны. Бұл да бір үлкен мәселе. На самом деле, по любому сектору взять, экология очень сильно провисает. Шын мәнінде экологияның түрлі саласы ақсап тұр. Ауа да, қала да лас. Көбісі тіпті экологиялық норманы сақтағысы келмейді. Асенитизатор мәселесі, жасылдану, тұрғын үй алаңдары тағы басқа қордаланған мәселе шаш етектен. Қоқыс полигондары лық толы. Осы орайда құрылыс қалдықтарынан да қауіп жоғары. Қанша қалдықтар жер астына өтіп кетіп жатыр. Соларды реттейтін заң болмай тұр. Әсем қаланы жамандыққа қимайсың. Алматылықтарды да осы алаңдатады. Құрметті көрермен, қалада осындай эко-станцияларды көзіміз шалқып қалды. Жалпы біз күнделікті өмірде осындай қоқыстарды іріктеп, жинау, іріктеп, тапсыру деген секілді түсініктерді байқай бермейміз ғой, аңғара бермейміз. Бірақ бір қоқыстың бір түйіріне дейін қалмай өңделу үшін оны іріктеп салу процесі өте маңызды екен. Байқасаңыздар, әр қоқысқа жеке-жеке ящиктар арнап қойған, және пластикті өз ящигына салдым. Енді менде бар картон қағазы, мына жерге металл қабылдайды екен, макулатура, картон қағазын осында тастаймыз. Біраз картондарымызды осында тастаймыз. Және жұмсақ пластик. Оны өзінің ящигына апарып тастаймыз. Күніне қанша тонна немесе қанша килограмм қоқыс шығарылады? Бізде приложение арқылы өткізетін не бойынша күніне ең азы 200 килограммнан жоғары, ең көбі мысалы 600-700-ге дейін. Бұл әсіресе сенбі, жексенбі, яғни демалыс күндеріне көп жиналады. Экосен жобасы, экология және сен. Қоқыс жинауды үйрету үшін арнайы қосымшада ойлап тапқан. Адамдар әрекет үшін бал жинайды, оған сай кәдесыйларын алады. Түсірілім барысында 2 сағат қоқыс станция қасында тұрдық. Тұрғындар көліктеріне қоқыстарын тиеді. Осы жерге келіп, әр ящиктарға салып кетіп жатыр. Ол үшін лайк деп қойыңыз. Семейная привычка. Хорошая привычка. Экологическая привычка. Боремся за экологию. Хороший проект. Хорошо, что организовали это. Надо это дело расширять. Сіз елемей тастаған қоқыс біреудің өмірін кеседі. Алматыда адам да көп, көлік те көп. Айтпақшы, жыл сайын ауыстыратын көлік дөңгелектерін қайта тастайсыз. Фильмнің осы жеріне дейін келсеңіз, тоқтатып қойыңыз, астын сызып алыңыздар. Көлік шиналары аса қауіпті қалдық санатында, өздігінен табиғатқа сіңіп кете алмайды. Ал оны өртесеңіз, көршімді өлтірдім дей беріңіз. Өздігінен жоғалу үшін кемі 100 жыл керек екен. Бэушные шины – это, по сути своей, резиновый углерод, который при разложении... Қолданылған дөңгелектер ауаға түрлі улы заттарды бөлетінін жақсы білеміз. Бұл жерде химия маман емеспін, бірақ зияны бар анық.
Оны бөліп, ұнтақтап, магнитті жанасу арқылы келесі тауар жасаймыз. Оларды ойын алаңдарындағы төсеніш, спорт залдардағы кілемдер, түрлі велосипед жолдарындағы плиталарда қойылады. Қазір адамдарда 2-3 көліктен бар. Олар шина жөндеу орындарында қалдырып, мәселе шешіледі деп ойлайды. Олай емес. Оны қайта өңдеу керек. Сол үшін үлкен компанияларды бірінші қамтуға тырыстық. Олар қолданылған дөңгелектерді осында тапсырады, немесе өзіміз барып жинап аламыз. Ол үшін арнайы көліктер де бар. Сол секілді қарапайым тұрғындар да үйіндегі қалдық шиналарды осында әкелсе болады. Сіздердің жұмыстарыңызды көбісі түсінбей жатады. Ол жаңағы тегін бере саламыз ба деген сияқты пайда тапқысы келеді. Мысалы, оған дейінгі өнім қайда барады, қандай еңбекпен етеді. Мынау соңғы өнім қандай болады, сол туралы айтып өтсеңіз. Вот такая фракция. Қолданылған шиналарды ұнтақтау арқылы осындай ұсақ заттарды шығарамыз. Олар түрлі веложолдар, содан кейін балалар ойын алаңдарындағы қауіпсіз төсенішке қолданылады. Спорт алаңдарында, бассейн төсеніштері ретінде қолданылады. Соңында осындай ұнтақ шығады. Әбден ұсақталады. Солай кәдеге жаратамыз. Ал менде көлік жоқ қой десеңіз, киімдердің өзін іріктеп үйреніңіз. Мысалға, менің шкафымдағы мына киімдерінің тек 10%-ын күнделікті киеді екен. Қалған 90%-ы осылай бір бұрышта жата береді. Ал бұларды өртеймін десеңіз, мүлдем қателесесіз. Керісінше бұларды қайтадан өңдеуге жіберуге болатынын ұмытпаңыз. У каждого жителя города Алматы есть множество лишнего текстиля. Алматылықтар сәнді киінеді ғой. Киім-кешектері де көп. Бір киіп тастайтындары да бар. Біз сол киімдерге екінші өмір беруге көмектесеміз. Қалада 26 маталарды қабылдайтын бокс бар. Немесе қоймаға келіп үлкен көлемде киімдерін өткізсе де болады. Бірінші, біз ол киімдерді сұрыптаймыз, пайдалануға болатын қайырымдылыққа, ал киюге жарамсыз болса, оны қайта өңдеуге жібереміз. Сол арқылы түрлі жіп, түрлі материалдар дайындалады. Біз ол тауарды киім тігетін фабрикаларға ұсынамыз. И обретают уже новых хозяев. Бәрі жақсы, бірақ бұл қоқыстың кесапаты үшін теңізге құйған тамшы сияқты. Алматы гүлденсін, Алатаудың басындағы қара әппақ болып жатсын деген тілекті айтып қайттық. Біз көп жағдайда Астана мен Алматыны салыстырып жатамыз ғой. Сол ойды негізге ала отырып, менде екі қаланың экологиялық әлеуетін салыстырғым келді. Алматы көп жасаған қала, сондықтан да тұрғындары сол қала үшін жандары ашиды. Ал Астана ше? Астананың әуелі оң сол жағалауын емес қоқысын көрсетейін. Бұл Африка немесе Үндістандағы қоқыс полигоны деп қалмаңыз. Бұл Астана. Миллионнан астам тұрғын тұратын бұл қаладан күн сайын 1000 тоннадан астам қоқыс шығарылады. Ал қаланың полигоны қазір аузы мұрнына дейін толып тұр. Иісін енді айта алмаймын. Астанада тау жоқ дейсіздер, қоқыс таулары бар қазір. Қала әдемақ, қоқысы бірақ құртып тұр. Бұл қаладағы қоқыс сұрыптайтын жалғыз компания бар. Тұрғындардың тастайтын қалдықтарын олар іріктеп үлгермей жатыр. Қуаттылығы 200 000 тонна жылына.
Ал енді қазіргі заманда, енді ол кезде Астананың халқы 2 есе аз болған, сонда қуаттылығы жетіп тұрды, 7-ші болды. Қазіргі заманда Астана қаласының халқы 2 миллионға жақын болғанда, біз енді шамамыз келгенше бүкіл қаланың осы қатты тұрмыстық қалдықтарын дегенмен осында жинаймыз. Барлығы мына сұрыптау линиясынан өтеді. Шамамыз келгенше максималды шикізатты бұл қоқыстан теріп аламыз. Қоқыс тауды көрсеттік қой. Сонда қалдықтарды теріп жүрген адамдарды байқаған шығарсыздар. Сұрыпталмай қалған пластиктарды қолмен жинап, сұрыптайтын зауыттарға қайтадан өткізіп жүр. Тамақ қалдықтарын бөлек алып қалып, қалған қалдықтарды, құрғақ қалдықтарды бөлек жинап отырғанда, бізге мұнда келгенде, мысалы, қағаз суланбай келеді, картон, пластик өнімдері кірленбей, бүлінбей келеді. Мына жаңағы сұрыптау тереңдігі бізде жоғары болушы еді. Ал жаңағыдай бәрі жаңағы үйдегі тамақпен араласқаннан кейін сұрыпталған шикізаттың сапасы өте төмен. Қаншама жыл тасталған қоқыс бір күнде жоқ болып кетпейді. Тазалық жер анадан басталады. Дулат Алматыда қоқыс жинау челленджін бастап кеткен, біз келген күні Астанада жүр екен. Желісі арқылы жастарды сенбілікке шақырады, желпінеді, ешкім келмесе өзі жинайды. Мен де оған көмектестім. Сөзін ашық әлеуметтік желі білесіздер, оружие ғой. Елдің санасын өзгерте аласың, жастардың санасын өзгерте аласың. Шақ-шаққа бірек деген мақсатта басталды. Бастамамыз 3 күн қаланы тазалаймыз дегенбіз. Бірақ Алматыдағы қоқыстардың саны өте көп болғандықтан жағдай мүшкіл, экологияға да, адамға да. Дулат сенбіліктер челленджге жалғасса дейді, өйткені елдің қай қаласын алса да қоқыс жайы мүшкіл болып тұр. Ал Астананың сұр бейнесін көріп, сізде кейіп қалған шығарсыз. Олар жоқ болу үшін үйден шығатын әр қоқысты іріктеп тастаңыз. Табиғатқа тигізер пайдаңыз сол болсын. Астанаға не жетіспейді дейміз, шешімін таптық, қалаға жаны ашитын адам керек, қоқысты тазалау керек. Сайындала Сарыарқада орналасқан Астана қала құрылысы қызып тұрған шақта тұңғыш президент Назарбаев шаһар маңынан талдар отырғызу туралы тапсырма жүктеді. Экологиялық мәні бар деді, бірақ көпшілік бұл бастаманы түсінбеді. Арада 10 жыл өтті, ал сол талдардың қазір қалай жайқалып тұрғанын қараңыздар. Табиғат өзін емдей алады, тек көмектесу керек. Бұл орман келешекте Борабайға қосылуы тиіс, жоспар бойынша сондай. Тек Астана емес, Семей, Алматы, Қарағанды, Талдықорғандағы әкімдерге жалпы Қазақстанның қалаларындағы тал егу тапсырмасы жүктелді, сенбілік өткізу санаға сіңіп барады. Ойлаш, Қазақстанда мусор жоқ. Бәрін өңдеп сатып жібергенбіз. Бюджетке ақша құйылып жатыр. Қазақстанның туризмі дамып кеткен, ұрпаққа жемқорлықсыз тап-таза Қазақстанды мұра еттік. Ойлаш. Айтпақшы, өткенде Біріккен ұлттар ұйымының сессиясында сөз сөйлеген президент Тоқаев Таза Қазақстан жобасын әлемге паш етті. This initiative of Kazakhstan, United Nations declared 2026 the International Year of Volunteers for Sustainable Development. We invite all member states to collaborate on this important endeavor. In this spirit, I propose that the General Assembly adopt a resolution proclaiming Қоқыс мәселесін әлі де шешуге болады. Қоқысты ақшаға, кәсіпкерлер қызығатын салаға айналдыру керек. Ал үкімет не істеп жатыр? Қаладағы қоқысты қалай тазартамыз? Бюджеттен қаражат бағытталды, 43 жобаға жіктеп алған. 317 миллиард теңгеге жуық қаражат та бөлінген. Қаланы қоқыстан тазарту үшін 3 этапқа бөліп алған.
жалпы 3 бөлікке бөлгім келіп тұр. Жалпы қалдықтар саласын ол біріншісі қалдықтарды шығару, яғни ең бірінші қалдықтарды шығару қызметімен халықты қамтамасыз ету. Бұл көрсеткіш бүгінгі таңда 80%-ға жетіп отыр. Яғни әлі де еліміздің 20% халқы қалдықтарды орталықтандырылған, яғни қоқыс шығаратын мусоровоздармен шығару қызметімен әлі қамтамасыз етілмеген. Екіншісі ол қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу деңгейі. Жаңа өзім айтып кеттім, 30 жылға дейін 40%-ға жеткізуіміз қажет. Қазіргі таңда 25%-ның төңірегінде. Енді ол бір жағынан жақсы көрсеткіш деп айтуға болады, бірақ әлде де алдыда біраз жұмысты тындыру қажет. Неге жақсы көрсеткіш деп айтуға болады? Өйткені 2013 жылда қалдықтарды қайта өңдеу деген түсініктің өзі болмаған. Түсініктің өзі болмаған заңнамада. Және де заңнамаға тиісті өзгертулер енгізіліп, тиісті механизмдер, тиісті тетіктер, қаржыландыру және тағы басқа бірлескен жұмыстың арқасында 25%-ға жетіп отыр. Яғни оң динамика бар, бірақ әлде де алда жұмыс жасауымыз қажет. Осы орайда таза Қазақстан келешек ұрпаққа аманат етілетін жер ананы аялау бағдарламасы десек болады. Mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak throw, man down, call like Таза Қазақстан бұл бір жылдық қана емес, миллиондаған ғасырдағы ұрпаққа үндеу. Таза Қазақстан әлде қоқысқа толы Қазақстан. Таңдау өзімізде.